Сәлеметсіздер ме оқушылар? Әдебиеттік оқу сабағынан өткен тақырыптарымызды қорытындылап, білімімізді тексереміз. Бірінші тапсырма: су тіршілік көзі дегенді қалай түсінесің? Оқыған мәтіндеріңе сүйеніп, жауап бер. Екінші тапсырма: суға қатысты 5 мақал-мәтел айт. Суға қатысты қандай тыйым сөздерді білесің? Шешуі су болатын жұмбақ құрастыр. Жарнама дегеніміз ақпаратты тиімді бағытта тарату. Жарнамада аталған мәселенің маңызы, қызметі, құндылығы көрсетіледі. Жарнама жазуда суреттерді де кеңінен пайдалануға болады. Оқушылар, сіздерге бірнеше тақырыптар берілген. Олар: су тіршілік көзі, жаңбырдың пайдасы, бұлақтың пайдасы, өзен мен көлдің пайдасы және суды қорғау мен үнемдеу. Осы тақырыптар бойынша жарнама мәтіндерін құрастырыңдар және жарнамалаңдар. Өздеріңіз құрастырған жарнама мәтінін төмендегі көрсеткіштер бойынша өзара бағалаңдар. Бірінші, түсініктілігі бойынша; екінші, мазмұндылығы; үшінші, дәлдігі; төртінші, тартымдылығы және көркемдігі бойынша құрастырылған жарнамаларды бағалаймыз. Өткен тақырыптарымызды қорытындылап, білімімізді тексердік. Сау болыңыздар.